Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Әсемнен рецептлер каналы. Сіздермен осындай мантының түйілу әдісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдымен бір кесе суымызды құямыз, үстінен бір жұмыртқамызды қосып, және тұзымызды қосамыз. Қасықпен араластырып аламыз. Електен өткізіп алған ұнымызды қосамыз. Ұнымыз жоғары сұрыпты ұн. Ұнымызды көбірек қоспаймыз, аз-аздан сала отырып, қолымызбен қамыр илейміз. Июі қанғанша 10 минут, 15 минут осылай илеп алу керек. Сонда қамырымыз өте әдемі жайылады. Енді салафанға салып, 20 минут, 30 минутқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Салмамызға керек заттар фарш, пиязымыз және де сиыр еті керек, тұз және қара бұрыш. Етті қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, маңызды емес. Мен бұл жерде сиыр етінің кішкене бөлігін ғана қостым. Пиязымызды осылай видеодағыдай етіп, өте жіңішке, ұсақ етіп турап аламыз. Енді сиыр етін алып, осылай жіңішке 4 бұрыштай етіп турап аламыз. Өте майда етіп турау керек. Ірі болып кетсе, арасы піспей кетуі мүмкін. Ет маңызды емес, қоспасаңыздар да болады. Тек қана фаршпен жасасаңыздар болады. Туралынған барлық затымызды бір ыдысымызға салып аламыз. Фаршты, пиязды және туралынған етімізді салып алдық. Және үстінен жарты шай қасық қара бұрыш қостым, дәміне қарай тұз қосамыз. Қолымызбен әбден мұжып, араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді июі қанған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 зуала илеп алдым. Енді бір зуаласын осылай жасап, зуала етіп аламыз. Қамырымыздың 2 шектін осылай басып алу керек. Және оқтаймен тегістеп шығамыз. Сонда қамырымыз біркелкі және тегіс болып жайылады. Қамырымыздың толық жайылғаны түсірілмепті. Енді қамырларымызды жайып болған соң, осындай стақанның көмегімен дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Дөңгелектеп алған қамырларымызға салмамызды салып, мантымызды осылай түйіп отырамыз. Екі шетін жинай отырып түйеміз, дәл видеодағыдай жасайсыздар. Міне сонда өте ерекше және әдемі болып шығады. Сіздер бұдан да үлкенірек етіп кесіп алсаңыздар болады. Менде дөңгелегім кішкене ғана болып қапты. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар өте әдемі, өте керемет болып шығады. Бір зуаласын осында етіп түйіп алдым. Енді екінші зуаламызды да жайып алдым. Тым қалың болып кетпеу керек және жұқа да болмау керек. Менің қамырым өте үлкен болды. Енді бұл зуаламызды 4 бұрыштай етіп түйіп аламын.
Кесіп алған қамырларымызды жайып шығамыз. Енді салмамызды саламыз. Дәл видеодағыдай етіп түйіп аласыздар. Енді мантаваркамызды алып, астын майлап аламыз. Майланған листімізге мантыларымыздың арасын сәл ғана ашып салып қоямыз. Алдын ала ыдысымызға суымызды қайнатып аламыз, мантының астына қою үшін. Енді әр листімізді майланған ыдыстарымызға мантыларымызды салып шықтым. Беттерін майлап аламыз. Біздің мантыларымыз дайын болды, міне. Әр қайсының бетін майлап шығамыз. Енді қайнап тұрған суымызға 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Дайын болған мантыларымызды ыдысымызға салып, бетін кез келген шөптермен, тұздықтармен әсемдеп, сәндеп ұсынсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің ерекше және әдемі болып түйілген мантыларымыз мінеге өте әдемі болып шықты, және де өте сулы болып шықты. Дәмі керемет. Екінші ыдысымызға осындай мантыларымызды салып, бетін көк шөптермен, тұздықтармен сәндеп ұсындым. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге де кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып өтіңіздер.